қалайсыздар? Қыдырып келіп шаршап жатырмыз демалып. Тиктокты қарасам, мына бір бейшарашка, басқаша сөзім жоқ енді. Айтқан сөзіне қарай айтып жатырмын. Біреудің қол шоқпары деп жазып жіберді да. Мен айтам, до того дносыңдар ма, өз ойын айту үшін сендерге біреуге қол шоқпар болу керек та. Андай адамның өзінің санасы бар ау, адам өзі сөйлей алады ау деген ой жоқ. Бұларда андай ғой. Біреу сөйлесе, бұны біреу сөйлетіп жатыр. Өздері сондай біреудің несі құлы болып, біреудің артын деуге үйреніп қалған адамдар ғой. Басқаша енді айтамаймын. Біреу ертек айтса соған сеніп, өзінің критический мышлениесі жоқ, счет пен выписканың айырмасын білмейтін адамдар. Өйстіп ойлайды, мынау қатты сөйлеп жатыр ма, мынау что-то артында тіреу бар, значит, мынаны деп. Үйлерін көрсетіп мақтанып жатыр екен. Ай, молодец, пастидей. Мобилографын жеріп қойған ау деймін, бәрінің надписі бірдей, сөйлеген сөздері бірдей. Онымен құтылмайсың. Мен үйді берген жоқсын деп айтқан жоқпын. Бердің үйді. Бірақ артында қанша ол үйді бергеніңді біліп тұрмын ғой, бірақ артында қанша ақшаны алып қалғаныңды да біліп тұрмын да примерно. Сен екіншіден өзінше ырысты армияңа айтып жатыр екенсің. Ананың артын жабыңдар, артын жабыңдар деп, аузын жабыңдар, парақшасына блок тастаңдар, жауып тастаңдар деп. Че там, қорқып жатсың ба не? Менің аузымды сен ғана жаба аласың, и то выписканы көрсетіп. А так, извини, деточка, артына не только министерство, АФМ қосылады скоро, прокуратура қосылады. Так что биыл маска шешілетін жыл деп жатыр ғой. Естідіңіздер ма, тағы да айтып қояйын. Ең бірінші бақытым халқым менің демекші, қазақ халқы қалайсыздар, қал жағдайларыңыз қалай, менің қолдаушыларым қалайсыздар. Енді мен кеше түнімен ойланып, толғанып, бір тіс пастасының формуласын ойлап таптым да. Сонымен оны шығарайын десем, қытайлықтар шығарып қойыпты да. Енді ештеңе жоқ. Осы күнге шейін бірталай нәрсені сіздерге жегізіп жатырық деппін ғой. Сатып жатырық қой енді. Қолдаушыларым өздерің айтыңдар, сен тас сатсаң да аламыз деп. Енді осы тіс пастасын заказ беріп қойдым. Менен ғана алыңыздар, менің ипімнен ғана алыңыздар. Пиндододан арзан алғанша менен қымбатқа алыңыздар. Не қыласыздар оны Пиндододан арзан қалып? Енді байса қазақ байсын деген сөз бар, енді көре алмаушылықты қойыңдар, менен алыңдар, иә? Енді Қытайдың ешқайсысы қолданбайтын кушонын да алдыңдар ғой. Оған қарағанда тіс пастасы енді кішкене болсын полезно ғой. Алыңдар енді менен, иә? Алмасаңдар бәрі алғызам ғой мен. Машина ойнатсам да алғызам, так что оңайлықпен ала салыңдар. Так жүрегім қазақ қой, білесіздер ғой, қазақ деп соғып тұрады ғой, мына жүрек көкіректің бәрі қазақ деп сайрайды ғой, иә? Қыздар отандық өнімді қолданыңыздар, иә? Не дейсің? Қытайлар шығарған? Ичо Қытайлар шығарса. Мен әкеп жатырмын ғой Қазақстанға отандық өнім деп айта берейік та. Қолдандырыңыздар. Ырысты армияның жаңағы 100 адам бар ғой, үй алған. Сол 100 адам документтеріңізді дайындап, заңды түрде алдыңыздар ма ол үйді? Заңсыз түрде сбор ашылды ма? Кімнің шотына жиналды? Репутацияларыңызбен жауап бере аласыздар ма? Жоқ, үйді қайтарасыздар ма? Бәрекелді, жақсы болды бәрлеріңіз сторисқа түсіп шығып жатқандарыңызға. Барлығын бақылап, тексеріп, сохранять етіп жатыр. Дұрыс, өте дұрыс. Қазірге дейін жартысы да шыққан жоқ. Қалғандарын күтеміз. Тез шығарыңдар сторисқа, кім үй алды. Потом сбордан қанша жиналғанын тоже айтасыздар. Өйткені сіздер айтып жатырсыздар, мен кепілмін деп. Вот кепіл боласыңдар. Молодцы!